Бүгінгі сабақта көйлектің етегін тігетін боламыз. Осы етегін дайындап аламыз да, бика тігеміз. Биканы подбордтан бастамаймыз. Суреті бар жерден бастаймыз. Бір-бірден 10 бет тестіреміз де 0,5 мм тігіп шығамыз. Екінші жағына да подбордқа жеткізбей қиып тастаймыз артығын. Енді осылай бір қайырамыз да тігісімізді жауып, тура түбінен 0,1 мм тігіп шығамыз. Арғы басынан бастап тігеміз. Неге барлығын тігіп алдық, енді мынау артық болып қалды ғой, соны қиып тастаймыз. Енді былай бүктеп тігеміз, осы кезде мынау көрініп тұр ғой, міне. Соны қиып тастаймыз, тура тігістің түбінен қиятын боламыз. Неге барлығын артығын қиып алдық, енді тағы да бір бүктейміз де, осы тігісімізді жауып, тура биканың шетінен тігіп шығамыз. Енді мына жерде кішкене алдыңғы бойда қалдырып кетеміз тікпей. Мынау подбордты тігіп аламыз бірінші, содан кейін барып тігеміз. Подборд пен алдыңғы бойды осылай бір-біріне видеодағыдай 10 бет тестіреміз де, подбордты тігіп аламыз 1 сантиметрге. Тігіп алғаннан кейін қайтадан 10 бет тестіріп аударамыз. Ұшын бәрін қайшымен шығарып аламыз жақсылап. Содан кейін тоқтап қалдық қой, сол жерден жалғастырып тіге береміз. Тура подбордты кішкене тігіп жібереміз 1 сантиметрдей.
Енді мына бір жақ басын тігіп тастадық қой, осыны сөгіп жіберейік кішкене. Міне сөгіп тастадым. Енді бұл жақтың да подборын солай тігеміз, бір-біріне оң беттестіріп 1 сантиметрден тігіп шығамыз. Мінекей осымен көйлегіміз аяқталуға аз қалды. Міне жағасын тігіп алдық, етегін тігіп алдық. Енді бізде жеңі қалды. Міне көйлектің астын тігіп алдыңыздар ғой, жақсылап үтіктеңіздер. Әрбір тіккен сайын үтіктейміз. Енді біздің жеңіміздің шеттерінде сары несі бар ғой, обработкасы. Соны тағы да артық маталарыңыз болса, осылай ені 4,5 сантиметр қиып аламыз. Мынау тігісімізді өңдеген бейка бізде ені 3,5 ғой, кішкене одан үлкенірек болу керек. Міне қиып алдым. Енді біздің тігісімізді өңдеген бейка осылай бір-біріне сурет жағын оң беттестірдік қой, бізге сонда сурет жағы керек болды. Енді бізге сары жағы керек болды. Сол үшін бір-біріне сары жағын оң беттестіреміз де 3 бұрыш қылып тігіп шығамыз. Бейканы бір-біріне қалай жалғау керек екенін алдыңғы сабақтарда көрсеттім. Тағы да бір көрсетіп кетейін. Осылай бір-біріне сарыны оң беттестіреміз де бір бұрышынан екінші бұрышына дейін тігіп шығамыз. Артығын қиып тастаймыз да екеуін айырып жақсылап үтіктеп шығыңыздар.